Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін ана тілі пәнінен 40-шы сабақ мәтін тақырыбын өтетін боламыз. Ал енді балалар, мәтінді біз алдыңғы тақырыпта өткен болатынбыз. Мәтін дегеніміз не екен есімізге түсірейікші? Мәтін өзара байланысқан сөйлемдер. Мәтіннің басы, мәтіннің ортасы және мәтіннің соңы болады. Ал енді балалар, бірінші жаттығуға назар аударайықшы. Мәтінді түсініп оқы делінген. Бізде мәтіннің тақырыбы оқығанның көзі ашық. Ал енді балалар, мәтінді бірге оқиық. Бірде Жанна қолына сия жұқтырып алды. Мен оған қолыңды сула дедім. Сіріңке шырпысының күкіртімен сияны ысқыладым. Содан кейін қолы тап-таза болды. Мұны кімнен көрдің әке деп сұрады Жанна. Ешкімнен көрген жоқпын, кітаптан оқыдым. Оқыған адамның көзі ашық деген осы. Жанна оқығанның көзі ашық деген мақалды оқыды. Бұл не деген сөз деп сұрады. Оқыған адам көп біледі, көзі ашық болады. Содан дедім мен. Ал енді балалар, бұл жерде мәтіннің бөліктері ауысып кеткен екен, балалар? Мәтін бөліктерінің орнын дұрыстап қояйық. Ал енді балалар, мәтін бөліктерін дұрыстайқан болсақ, ал назар аударып мен тыңдайық. Ал бірде Жанна қолына сия жұқтырып алды. Мен оған қолыңды сула дедім. Сіріңке шырпысының күкіртімен сияны ысқыладым. Содан кейін қолы тап-таза болды. Мұны кімнен көрдің әке деп сұрады Жанна. Ешкімнен көрген жоқпын, кітаптан оқыдым. Оқыған адамның көзі ашық деген осы. Жанна оқығанның көзі ашық деген мақалды оқыды. Бұл не деген сөз деп сұрады. Оқыған адам көп біледі, көзінің ашық болғаны содан дедім мен. Ой, жарайсыңдар балалар. Енді мәтіннің орнына, бөліктерінің орнына қойсақ, енді балалар есімізден ешқашан шығармайық. Ертегі, жұмбақ, мақал, әңгіме, өлең бәрі мәтінге жатады. Ал енді балалар, екінші жаттығуды көркем жазып алайық. Өнер білім бәрі де оқу менен табылған. Жазып болсақ, үшінші жаттығуға назар аударайық. Тиісті әріптерді қойып, дөңгелек ішіне жасырылған сөзді тап делінген. Балалар, дөңгелектегі әріптерді оқиық. Бірінші дөңгелекте қандай әріптер бар? Дұрыс айтасыңдар, жарайсыңдар. Олай болса, осы жерде тиісті әріптерді қойып шығайық. Жарайсыңдар. Яғни, мектеп деген сөз шығады екен, балалар? Келесі дөңгелектен дәптер деген сөз шығады екен. Жарайсыңдар. Келесі дөңгелектің ішіндегі сөз, яғни мұғалім деген сөз шығады екен, балалар? Жарайсыңдар. Олай болса, сабағымыз аяқталды. Каналға жазылып, лайк басып, комментария қалдырайық. Сау болыңдар.